Облыс орталығында Қызылжар өңірінің тарихы тақырыбында алқа отырысы өтті. Жиында ономастика мәселесі кеңінен қаузалды. Аталған бағытта соңғы 2 жыл ішінде өлкемізде ауқымды жұмыс атқарылыпты. 2020-дан бері Теріскейде 400 көше атауы өзгертілген. Бұл оған дейінгі 28 жылдағы көрсеткіштен 100-ге көп екен. Дегенмен мәселе әлі өткір тұр. Ауылдардың атауын өзгерту, көшелерді өзгерту оңайға тиіп тұрған жоқ біздің облысымызда. Бірақ біздің басты мақсатымыз бұны өз логикалық бір түбіне жеткізу. Қазір біздің облысымызда әлі идеологиялық тұрғыдан ескірген көшелер атаулар қалып отыр. Оларды біз бірте-бірте өзгертеміз, оған жоспар бар. Жоспарды баян етейік. Осы жазда Петропавлдың бір өзінде 40 көшенің атауын өзгерту көзделіп отыр екен. Бұл ретте әрине халықтың пікірі ескеріледі. Елді мекендерді назардан тыс қалмайды. Қазір өңірімізде арнайы құрылған жұмыс тобы жүр. Олар тұңғыш рет аудандарға шығып, идеологиялық тұрғыда ескірген атауларды жаңғырту бойынша кездесулер ұйымдастыруда. Біз осыған дейін бір апта бойы 20 елді мекендерде кездесу өткіздік. Бұл негізі күре тамырдың облысының күре тамыр жолдарының үстінде орналасқан елді мекендер. Ол жерде халықпен кездесіп, ол атаулары бұрынғы қазақ енді әрбір шоққа, көлге атау берген ғой, сол атауларды қайтадан жандандыру мақсатында кездестік. Аудандарда өткен кездесулерде қазақ тілі қоғамның жергілікті өкілдері сонау 1880-1914 жылғы карталарды ұсыныпты. Сол құжаттарда ауылдардың нақты атаулары жазылған екен. Мысалға Чапаев ауылының Ақбас атауы екенін, Рублевка ауылының Ақсуат атауы екенін, Келлеровка ауылының Мезгіл атауы екенін нақты карталардан көріп, ақсақалдармен сөйлесіп, сол жердегі бір халыққа түсіндіру жұмыстарын ұйымдастырдық. Бұл негізі облысымызда алғаш өткізіліп отырған жұмыс. Ауылдың нақты атауы белгілі, енді өзгеріс орын алады деген орынсыз пікір. Кездесулерде жұмыс тобы тек тарихи фактілерді жіп кетізді. Алдағы уақытта халық өзара келісе келе өзгерісті қолдаса, мәселе мәслихаттарда қаралмақ. Өңірдегі маңызды шаруаға Досмағамбет Көшім сынды елге танымал белсенділер де қатысуда. Азамат өлкемізде мынаны байқапты. Сіздердегі ерекшелік ешқандай дәлелсіз қарсылықтар көп. Біз тудық Чапаевта, өлеміз Чапаевта деген сияқты. Мен айтып жатырмын, кешіріңіздер, сіздер мемлекеттің саясаты болады. Қазір жаңа мемлекет, жаңа идеология. Сондықтан одан ештеңе шықпайды. Дәлелдеуге тырысыңыздар, оған мүмкіндік береді. Қазіргі кезде бұрынғыдай төбеден жоғарыдан жаңа компартияның кезінде жіберетін тұғын, жаңа мынау қала Қызылорда болады болды. Астына келе жазып қоятын тұғын, еңбекшілердің сұрауы бойынша деп. Еңбекшінің біреуі де білмесе де. Қазіргі кезде ондай емес. Қазіргі кезде белгілі бір заң бар демократиялық тұрғыда. Жергілікті тұрғындардың пікірі ескеріледі деген сөз бар заңда. Демек, мүмкіндікті пайдаланып, ауылдың бүгінгі атауын дәлелдеуге болады. Алайда әлі қарсылықтан басқа әрекет көрмедім дейді Досмағамбет Көшім мырза. Осындайда облыс орталығының атауына тоқталмасқа болмас. Менің естуімше, енді мынау архивтің басшысы Сәуле деген замандасымыздың айтуынша, Қызылжардың аты бұрын берілген мысалы. Бір жылдай Қызылжар аты болған. Демек, тарихи атауын қайтару туралы мәселені мен ойымша көтеруге әбден болады. Әрине міндетті түрде түсіндіру жұмыстары болу керек. Бұл ретте бірлік керек. Ұлт тағдыры қоғамдық бірлестігінің төрағасы тарихи атауларды қайтару жұмыстарына ассамблея мен мәслихаттар аса қатысып жатқан жоқ дейді. Байболат Бектемірлі, Азамат Баймұқан, МТРК.